Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаламыздың аумағында салынған көп қабатты тұрғын үйлердің қатары көбейіп келеді. 10-шы шағын ауданда 9 қабатты 3 бірдей көп қабатты тұрғын үй бой көтеріп жатыр. Салынып жатырған үйлерге тапсырыс беруші аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі болып табылады. Қазіргі уақытта Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының аясында Ақсай қаласында 9 қабатты пәтерлер үйлердің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жаңа бірінші 37 шыдақ дейміз, 126 пәтерлі үй, мердігер ұйым лидер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаның жалпы құны, құрылыстың жалпы құны миллиард 270 миллион болады. Қазір уақытта ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары, жаңағы есік орнату жұмыстары орындалып жатыр. Енді жобаның құрылысының аяқтауы қараша айына жоспарланды. 37 шыдақ кезекте тұрған тұрғын үй жинақ банкінің салымшылары болатын ауданымыздың тұрғындарына арналған. Жоғарыда айтып өткенде ең бірінші орналасқан 37-ші үй құрылыс жинақ банк салымшыларына арналып салынса, 38-ші көп қабатты үй кезекте тұрған жандарға жалдамалы түрде берілмек. Мердігер компания Арс Билдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл көп қабатты үйдің кірпішін қалау, инженерлік жүйелерін тарту жұмыстары атқарылып жатыр. 37-ші, 38-ші көп қабатты үйлердегі жалпы пәтер саны 126-ны құраса, құрылысы жақында бастауын алған 39-ші көп қабатты үй 198 пәтерден тұрмақ. Мердігер компания Жиенбай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қараша айында құрылыс толық аяқталады деп күтіліп отырған 37-ші көп қабатты үйді салып жатырған мердігер компания өкілімен де кездескен едік. 8 жылдың қараша айында басталды. Бұйырса 20 жылдың қараша айында бітіріміз келіп тұр. Қазір жұмыс басында 78 адам жұмыс істеп жатыр. Әрбір салада барлығы 126 квартира бар. 1 комнаттық, 2 комнаттық, 3 комнаттық. 1 комнаттық квартираның 35 шаршы квадратный метр. 2 комнаттың 3 түрі бар, 50, 52, 54 шаршы метр квадратный. 3 комнаттық 67-68 квадратный метр бар. Барлық құрылыс материалдары, жергілікті материалдар өзіміздің Қазақстанда шығатын. Қараша айында үйді тапсырып бітіргіміз келіп тұр. Құрылыс алаңы басшысының сөзіне сүйенсек, көп қабатты тұрғын үй қараша айында толық аяқталмақ. Ал абаттандыру және де жылу қазандықтарын орнату жұмыстарымен басқа компаниялар айналысатын болады. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагожиев, Қарашығанақ телеарнасы.